Пісірген сорпаңыз алтын түсті болып, сап-сары болып піссін десеңіз, осылай жасап көріңіздерші қыздар. Қазанға етті салып, дәміне қарай тұз, лавр жапырағын және пиязды осылай бүтіндей саламыз. Сол кезде сорпаларыңыз сарғыш түсті болады. Сорпаның түсін одан әрі сап-сары етіп қызыл қылып пісіргіңіз келсе, ендеше сәбіз бен помидорды салыңыз. Помидорды міндетті түрде салыңыздар. Помидорды алдын ала қатырып қойсаңыздар, қыста осылай сорпаға салып отырсаңыз, сорпаларыңыздың дәмі де, түрі де күшті болады. Одан кейін болгар бұрышын, картопты қосып әрі қарата пісіріп алатын боласыздар. Болды, ең оңай тамақ және дәмді, пайдалы тамақтың бірі. Түрі де әдемі, дәмі де әдемі болады. Үстіне қатырып қойған укроп петрушкаларды септім. Күн суықта осындай ыстық сорпа ішкенге не жетсін. Сол үшін де ерінбей жазда көкөністерді арзан кезінде қатырып қойыңыздар. Қыста рахатын көресіздер. Осындай өмірді қиындатпайтын оңай рецепттер менің парақшамда өте көп. Тіркелуді ұмытып кетпеңіз.